Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қазақ елі. Ораза қабыл болсын. Рамазан айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болып, иманымыз кәміл болсын. Бүгін 9 мамыр ұлы жеңіске 75 жыл. Мұқым Алаш елінің, қазақ елінің бәріңізді жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тағы да бір қуанышты хабар. Өздеріңізбен бөліскіміз келіп отырған бүгін Харекет қоры 200-ші баспананы сыйға тартпақшы. Соған сыйға табыстау рәсімі маған бұйырған екен, бақытты деп айтайын. Сол баянды болсын, сол жандардың қуанышын бірге тамашалайық. Қуанышты бөліссең көп ет дейді. Қуанышты күндеріміз көп болсын, кеттік. Кішкентай бөбектерге, іні қарындастарыма тәтті алып аламыз. Үйге кішкене сыйлықтармен барғанын жақсы көріп тұрмыз. Мен ең жақсы көретін, өзім жақсы көретін дәндерімді төшін кездестіріп қалдым. Мен үйден шай алып шыға салмаппын да. Төреш шайын алып шығу керек еді. Хабая. Қызық енді бастылайын деп тұр. Бұйырса осы Рафаэл деген конфеттің ішіне біз үйдің кілтін салып қоятын боламыз. Сосын іні қарындастарыма компьютер таратып жүріп, ішінен кілтті алып, ең соңында қалмай қалған адамға кілтті береміз. Бірге болыңыздар. Алло. Ақсәуле қаным, саламатсыз ба? Қалай жағдайыңыз? Амансыз ба? Мен деген мынау Төреғали Төреалдың көмекшісімін ғой. Бүгін мынау мейрамға сіздерге кішігірім сыйлықтар, продукты, азық-түлік апарады едік. Болды. Үйде болсаңыз, адресті білеміз. Бұйырса, үйлеріңізде жақсылық көп болсын. Біртінде таратына саған. Сізге екі берейін бе? Сіз екі адамсыз ғой? Күйеуге шыққан. Машалла. Сен бірін. Сен ұста. Бөпілген қаза бе. Өтіп барады. Қақты. Мынау саған. Мынау сізге. Ой, мә, саған. Бұл? Шым ба, өтіп ба? Мынау Харекет қорының атынан 200-ші баспана бүгін сізге бұйырып тұр екен. Не айтарым білмей қалдым ба? Кесі сағаннан да шоколад қолға бүгін 9 мамыр. Шашу болсын еге. Шашу. Әлі шоқ болып. Көптен күткен үйлеріңіз осы күнге де жеттіңіздер. Тост. Баршаңызға рахмет, халқыма рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Әлі шынымды айтсам, сөзге не болып қалдым. Қуаныштан ғой, қуаныштан. Алтын құрсақты анамыз аман болсын, осындай елімізде тек тыныштық, қуаныш көп болсын деген ниетпен үйіңізден осындай кішкентай бұлдырлаған сәбилердің күлкісі де, үнінде ешқашан арылмай, шаңырағыңыздан шаттық кетпей, әулетіңізде бұйырса той болсын, сол тойға келіп Төреғали ән салсын. Әумин. Тек бір пособие күнді көріп отырмын ғой, шынымды айтсам. Неше 2 жылдан берді қаңғыршы мешітте қонған күндеріміз де болды ғой, үй таппай, квартира таппай. Қазір ешкім алмайды, 8 баламен. Иманға рахметімді айтам. Иман бірінші Әлібай деген иманымыз бар, Найып иман. Сол кісі ескенге негізімен Харекет қорыға еш нем жоқ. Мысалы, Инстаграмға қарамайды да екенмін, шынымды айтсам. Сол кісілер айтты, сіздің неңізді бердім, даниларыңызды. Өйткені мен иманға күнде нанымды алам. 4 нан береді, 3 нан береді, продуктысын береді. Паластан бәрі даже солардікі десем болады, имандардың.
солар келіп көмектеседі да. Сол кісі менен сүйінші шығар, сізден хабар өнер қырандары нелер беріп жатқан болса, сенді ілдім, сізді айттым, келеді деп. Сол айтқаннан кейін уже бір неделядан кейін келді ғой сол. Әлібай ағалар, кімдер келді? Әлімжандар. Бірінші Алла қалауымен ғой. Егес халқыма рахмет айтамын. Харекет қорының ұжымына, өнер қыранның несіне, өнер қырандарына бәріне алғысым шексіз. Ораза қабыл болсын бәрлеріңе. Не қылдым? Алла разы болсын сіздерге. Тілім айлам, не айтамын да білмей. Мен сияқты көп аналарға баспана сыйлап жатыр ғой. Бәріне. Мен сияқты атаңдар жыламасын деймін. Рахмет сіздерге көп-көп. Өмірде өзі ақ пен қара деген жол қатар жүрмей ма? Жаңбырдан кейін күн шығады дегендей. Өзі төрт қоласы тең. Бұл дүниеде ешкім жоқ қой. Солай емес пе? Адамзаттың бір жағын көл, бір жағын шөл қылып жаратады да Аллах. Ол бастан жердің өзі солай жаратылған. Сондықтан бірде былай болады, енді қуанышты күндер құтты бола берсін, баянды болсын, жүзге келіңіз, екі дүниеде де жүзіңіз жарқын болсын. Балдардың арасында күліп ойнап, билеп, тойлап, гүлдей құлпырып жайнап амансыз жүре беріңіз. Айтқаныңыз кез. Давайте, құтты болсын тағы. Давай, родной брат. Спорт тастамаңыз. Алла разы болсын сіздерге. Молодец. Сенбей. Рахмет, жолдарың болсын. Ал енді сажеттеріңізді айта беріңіздер, елі болып тұр. Сол жете алмай жатырмын ғой. Жарайды, жақсы, рахмет, жақсы.